Армысыздар ағайын. Педагогикалық ғылымы мектептегі музыка сабақтарының тәрбиелік мәнін, орнын, мақсатын, негізін былай айқындайды. Оқушыны өнер арқылы эстетикалық тәрбиеге баулып, оның жеке тұлға ретінде қалыптасуына, қоғамда өз-өзін еркін ұстап, шығармашылық қабілеттерін дамытып, ән айтып, күй, классикалық шығармаларды тыңдап, музыка саласынан жалпылама болса да білім алуына ықпал етеді. Мен педагогикалық ғылымдарының кандидаты Түсіпбаева Меруерт Балғабайқызы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында музыкалық білім және психология кафедрасының аға оқытушысымын. Сіздерге бүгін терең тыныста «Сделай глубокий вдох, take a deep breath» атты авторлық жобамды ашық сабақ ретінде ұсынғым келіп отыр. Барлығымызға белгілі, әлемді жайлаған COVID-19 вирусының салдарынан біздің мемлекетімізде де онлайн білім беру жүйесі қалыптасуда. Осы қиындығы мол кезеңде өскелең ұрпаққа білім беру гаджеттер мен компьютерлер арқылы жүргізілуде. Мен талай жылдар бойы сахна тілінен дәріс берген маман ретінде тәжірибемді пайдалана отырып, дұрыс тыныс алу арқылы демге арналған жаттығуларды жасап, күні бойы бір орнында отырған оқушының, студенттердің, тіпті кеңсе қызметкерлерінің денсаулығына, әсіресе өкпесіне пайдалы үзіліс кезінде сергітіп, емдейтін жаттығуларды ұсынбақпын. Жалпы демалудың баршаға белгілі үш үлгісі бар. Олар кеудемен демалу, ішпен демалу және аралас диафрагмалық, яғни толық терең тыныс алу. Біз бүгін ағзамызға пайдалы терең толық тыныс алу жаттығуларын аралас диафрагмалық тәсілмен көрсетеміз. Өйткені аралас диафрагмалық тыныс алу өкпенің төменгі жағының ашылуына септігін тигізеді. Біздің ақылымыз батпырауық сияқты, ал тынысымыз жіп іспеттес. Осы жіптің көмегімен ақылды бағыттап отырамыз деген Шри Рави Шанкар. Тыныс дегеніміз өмір. Біз тамақсыз қаншалықты шыдай аламыз? Ал ауасыз ше? Ауасыз қаншалықты шыдаймыз? Әрбір 4-5 секунд сайын ауа жұтамыз, тыныс аламыз. Тыныс энергияның негізгі көзі. Басқа қажеттілікке қарағанда тыныс алуға өте мұқтажбыз. Ғасырлар бойы түрлі мәдениеттерде тыныс алу адам тәніндегі ең маңызды қызметтердің бірі болып саналып келеді. Шындығында ең үлкен потенциалдың сыры осы тыныс алуда жатыр емес пе? Бәлкім, осы қажеттіліктен болар. Тыныс алу біз үшін күнделікті әдетке айналған құбылыс сияқты көрінуі де мүмкін. Егер сізге өз ойларыңызды жинақтау, басқару қиындық туғызатын болса, сіз мұны дұрыс тыныс алудың көмегімен жүзеге асыра аласыз. Алдында атап өткендей, терең тыныс алу жаттығуларын біз аралас диафрагмалық тәсілі арқылы жасаймыз. Өйткені осы аралас диафрагмалық тыныс алу тәсілі өкпенің төменгі жағын ашуға септігі бар. Басында мен сіздерге тыныс алу тәсілі туралы жалпылама бір-екі ауыз сөзбен түсіндіріп кетейін. Одан кейін біз Асылзат екеуміз оны сіздерге видео арқылы көрсетуге тырысамыз. Осы жаттығуларды ешқашан жасамаған адамдарға қиын болуы мүмкін, бірақ мен сіздерге түсіндіріп беруге тырысамын. Шәкіртім Асылзат екеуміз дұрыс терең тыныс алу жаттығуларын аралас диафрагмалық тәсілмен жасаймыз. Бізге қарап отырыңыздар. Аяғымыз алшақ, денеміз бос, еңсеміз көтеріңкі. Мұрнымызбен мейлінше терең тыныстаймыз. Мұрнымызбен терең тыныстаған кезде біздің диафрагмамыз, ішіміз ауаға толады. Одан кейін толған ауаны ыс әріппен немесе деген леппен, желмен шығарамыз. Маған өзіме ыс әріпімен шығару жеңіл, және де ыс әріпі арқылы шығарсаңыздар, сіздер ауаның толық шыққанын
көре аласыздар, қадағалай аласыздар. Ал қазір көрейік. Тағы да қолымызды асыл зат сияқты белімізге қойсақ, мына диафрагмамыздың, ішіміздің үсті, асты, мына өкпе жағы, қабырға жақтың ауаға толғаны сезіледі. Сол үшін мұрнымызбен терең тыныс аламыз. Тыныс алған кезде автоматты түрде мына ішіміз ауаға толады. Тағы да бір көрейік. Жақсы, тағы да. Ауа толық шығу керек. Енді қазір демді баяу алып, баяу шығарып көрейікші. Баяу аламыз, мұрынмен терең тыныстаймыз. Ол уақытта ішіміз ауаға толады, оны қолымызды қойып қадағалай аламыз. Одан кейін өте баяу шығарып көрейік. Ыс әріпі немесе деп үрлесеңіздер болады. Қазір үрлеп көрейік. Баяу дем аламыз. Кәне, бізбен бірге. Менің микрофонымнан жақсы естіліп тұр. Сіздер менің тынысты терең алып, және де оны толық шығарғаным сезіледі. Тағы да бір көрейік. Баяу, терең тыныс аламыз, және де өте баяу ауаны шығарамыз. Ол уақытта біздің диафрагмамыз жұмыс жасайды. Тағы да айта кетейін, мұрнымен ауа алған кезде автоматтық түрде ішімізге ауа толу керек. Қане? Түсінікті ғой. Рахмет сіздерге. Ал енді келесі жаттығу, мына үстінде бір нәрсені бізге алу керек деп ойлайықшы. Өте биікте антресольда тұрған бір дүниені бізге алу керек. Және де оны терең тыныстау арқылы алуымыз керек. Осы жаттығуды менің шәкіртім Асылзат көрсетсін. Енді бір нәрсені алғымыз келеді, бірақ қолымыз жетпейді. Тақ. Асылзат осы жаттығуды жасар кезде мұрнына терең тыныс алды, қолын көтерді. Сол уақытта бір нәрсені антресольдан алам деген кезде демін ұстап тоқтатып тұрды. Оны көрдіңіздер ғой. Одан кейін ол нәрсені алғаннан кейін, мысалы, ол нәрсе алынғаннан кейін түсіп, және де сол уақытта демін жіберіп босатты. Тағы да бір қараңыздар. Осы жаттығуларды 10-15 рет қайталауларыңызға болады. Осы жаттығу туралы айта кететінім, бұл жаттығуды және басқа жаттығуларды да 3 жылдамдықта жасауға болады. Дем жаттығуларын жасау барысында мен осы дұрыс жасап жатырмын ба деген сұрақ туындайтын болса, сіздер тағы бір жаттығуды жасап көрсеңіздер болады. Диафрагмаға кітаптарды қоямыз, бұл ауыр кітаптар. Осы ауыр кітаптар арқылы, ауыр жүк арқылы осылай демімізді тексеріп көреміз. Мұрын арқылы дем аламыз.
Ал бүгінгі күні барлығымыздың өмірімізге, оқуымызға, тұрмысымызға кедергі жасап атқан ковидті ұмытып, жағажайға кетейік. Ол үшін мұрнымызбен тыныс аламыз, денемізді тік ұстаймыз, аяғымыз алшақ, мұрнымызбен терең тыныс алған кезде біз ішімізді ауаға толтыруды ұмытпаймыз. Кәнекей, теңізді елестетіңіздерші. Қолымызбен толқынды жасаймыз. Тағы да естеріңізге сала кетеміз, біз осы жаттығуларды аралас диафрагмалық дем алу тәсілімен жасап жатырмыз. Ал енді қолымызға шар немесе доп алайық. Естеріңізге түсіріңіздер, егер біз шар алатын болсақ, оны қалай үрлейміз? Шар үлкен болды. Енді шардан демді шығарамыз. Жасап көріңіздер. Осы жаттығу жасау барысында менің жаңа басым айналып кетті. Сіздерде де сондай болуы мүмкін. Өйткені бұл уақытта өкпеге ауа толығымен толады. Сол үшін ешқандай қобалжымаңыздар. Кішкене демалып алған соң жаттығуларды жалғастыруға болады. Сіздерге тағы бір жеңіл жаттығуды көрсетейік. Мұрынмен терең тыныс аламыз. Сол уақытта ауаны өкпелеріңізде ұстай тұрсаңыздар да болады. Көріңіздер жасап. Ал енді осы ұсталынып тұрған демді иығымызды көтеру арқылы шығарамыз. Тағы жасап көрейік. Іштеріңізге ауаны толтыруды ұмытпаңыздар. Енді иығымызды алға жасаймыз. Ыс әрпімен жасағыларыңыз келмесе, жай ғана еріндеріңізді сәл жұмқырып, үрлеп ауа шығарсаңыздар болады. Жасап көрейік. Терең. Тағы да дұрыс тыныс алып жатырсыз ба деген сұраққа жауап іздесеңіз, мына жаттығуды жасап көріңіз. Қолымызды белімізге қоямыз, сәл белден биігірек. Мына қабырғаларымызды ұстап, сезініп тұрамыз. Денеміз тік, аяғымыз сәл алшақ. Тынысты алып, тынысты алған кезде мұрынмен терең тыныс аламыз. Сол уақытта ішімізді ауамен толтырамыз. Қазір асыл зат қырымен тұрып сіздерге тағы бір көрсетеді. Қараңыздар. Егер дұрыс тыныстап жатырмын ба деп тексергіңіз келсе, қолыңызды қойып тексерсеңіз болады. Қолымның қозғалғаны көрініп тұр ғой? Көрініп тұр.
Кәне, тағы да бер жаққа қарап, көрермендерге тағы бір көрсетейік. Денемізді бос ұстаймыз, қолымызды белімізге қоямыз. Белімізге қойғанда мына қабырғаларымызды қолымызбен сезініп тұрамыз. Мұрынмен тыныстаған кезде ішімізге ауаны толтырамыз мейлінше, одан кейін немесе ыс, немесе басқа арып арқылы, немесе тек қана үрлеу арқылы демімізді, желді, ауаны ішімізден толық шығарамыз. Тағы да бір жаттығуды көрсетіп жіберейік. Бұл жаттығу денсаулыққа, дене бітіміне, осанкаға өте пайдалы. Енді жай үрлеп көрейік. Қолымызды кеуде тұсында тік ұстаймыз. Демді аламыз мұрынмен, мейлінше терең. Шатаспау үшін демімізді қол түйістірген жерде аламыз. Келесі жаттығуды жасау үшін тағы да фантазияларыңызды қосыңыздар. Садақ атамыз. Қолымызды ауыстырамыз. Енді дыбыссыз, тек ауа шығарумен. Келесі жаттығу отырып тұру жаттығуы. Бірге жасап көрейік. Дем аламыз. Дем аламыз. Біз баяу скоростьпен жұмыс жасап тұрмыз. Тағы да. Енді тезірек жасап көрейік. Шаршадыңыздар ма? Ал шаршасаңыздар, бірге демалайық. Аяқтарыңыз сәл алшақ, денеміз бос. Тыныс алуды ұмытпаймыз мұрнымызбен. Біз өзімізді бишіміз деп елестетеміз. Тағы да тыныс аламыз. Асыл зат сен көрсете ғой. Біз бөлмеде отырмыз, қолымыз байлаулы, ал бөлмеге ара кіріп кетті. Кәне көрейік. Дұрыс тыныс алуды ұмытпаймыз. Қолымызды артқа, денеміз тік, бастаймыз. Тағы да тезірек жасап көрейікші. Осындай жаттығу қайталап көріңіз. Тағы да фантазиямызды қосамыз. Қолымызда сыпырғы, ауланы сыпырамыз. Дұрыс демалуды, қадағалауды ұмытпаңыздар.
Баяу жасадық, енді тез жасап көрейік. Дұрыс демалуды ұмытпаймыз. Осылай, осы жаттығуды жасауға болады. Ұмытпаңыздар, дем алған кезде мұрын арқылы терең тыныстаймыз, және де жиылған ауаны осы дыбыстар арқылы шт деп шығарып тастаймыз. Келесі жаттығуды қол араны қолымызға алып, дұрыс дем алу тәсілімен өзара жасалатын жаттығу. Аяғымызды біраз өзімізге ыңғайлы жағдайда қоямыз. Ал енді мотоциклға мініп, қаланы бірге аралайық. Дырт, 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 дырт. Тағы да бір рет қайталап көрейік. Аяғымыз алшақ, мотоциклға отырған сияқты, сәл аяғымызды төмен сүреміз, отырамыз. Одан кейін тынысты 4 рет қысқа аламыз. Дырт, 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 дырт. Және де ол мотоцикл қызбай жатқан жағдай. Енді мотоцикл қызып кетті деп, қаланы аралап кете береміз. Достарыңызбен, туыстарыңызбен, балаларыңызбен осы жаттығуды жасап көрсеңіздер болады. Ал енді қиялымызды қосып, қолымызға бұрға аламыз. Мына қабырғаны біз түзу дем алу арқылы, терең, толық тыныстау арқылы мына қабырғаны тесуіміз керек. Дыбыс шығармай, бұны тек қана дем арқылы да жасасаңыздар болады. Немесе дыбыс шығарсаңыздар болады. Пәтердегі жөндеу жұмыстары есіңізге түскен болар. Құрметті әріптестер, студенттер, шәкірттерім, ұстаздар, мен педагогика ғылымдарының кандидаты Спаева Меруерт Балғабайқызы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының музыкалық білім беру және психология кафедрасының аға оқытушысымын. Бүгін сіздерге шәкіртім Асылзат екеуміз терең тыныста атты жобамыздан жаттығулар, үзінділер көрсеттік. Осы жаттығулар барлықтарыңыздың денсаулықтарыңызға, ағзаларыңызға өз пайдасын әкеледі деп сенгім келеді. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ та бақытты ғұмыр тілейміз.